Бекболат. Ертеде бір кедей болыпты. Оның 4 баласы болыпты. Кішісінің аты Бекболат екен. Бір күні ол кедей тілімді алмайсың деп Бекболатты үйден қуып жібереді. Бекболат қаңғырып келе жатып, көлдің жиегіндегі жалғыз үйге сәлем беріп, кіріп келсе, бір шал мен кемпір отыр екен. Олар жөн сұраса, Бекболат: «Әке-шешем жоқ, қаңғырып жүрген жетім баламын. Баласы жоққа бала болар едім», дейді. Бұған шал мен кемпір қуанып Бекболатты бала қылды да, азын-аулақ малы бар екен, соны баққызып қояды. Шал өзі қармақ салады екен. Біраз күннен кейін Бекболат атасынан рұқсат алып қармақ салатын болады да, шал қой бағады. Күндердің бір күні Бекболаттың қармағына бір үлкен балық ілінген екен. Соны Бекболат жалғыз өзі ала алмай, әке-шешесі келіп үшеуінің әлі жетпей, ақырында шал: «Балам, сен қармағыңды мықтап ұстай тұр. Кемпір, сен үйге барып қазаныңды daярла. Мен мынау ауылдың жігіттерін шақырып келейін», деп көрші ауылға кеткен кезде, әл бермей жатқан балық судан шыға келіп Бекболатқа: «Сен мені босат, қысылған жерде бір көмек көрсетермін», дейді. «Сен су астына кетесің, мен жерде жүрем, қалай көмек көрсетесің?» дейді Бекболат. Сонда балық тұрып: «Менің бір қабыршағымды жұлып алып қал, керек уақытында соны тұтатсаң, саған өзім келемін», дейді. Бекболат ойланып тұрады да, балықтың бір қабыршағын жұлып алып, өзін қоя береді. Сол уақытта қараса, әкесі көп жұртты жинап алып келеді екен. Мұны көріп Бекболат қармағын суға тастап жібереді. Әкесі келіп: «Балық қайда?» дейді. «Балығы құрсын, өзімді қармақпен бірге суға кете жаздады», дейді Бекболат. Сол жерде шал ашуланып: «Қаңғырған ит, біреуге сатып жібердің ғой», деп Бекболатты ұрып қуып жібереді. Соры қайнап ел кезіп келе жатқанда, бір жез шудалы боз тайлақты бір қасқыр қуып келеді екен. Қасқырдан қорыққан тайлақ Бекболатқа келіп: «Мына қасқырдан құтқара көр, қысылған жерде мен де саған бір жәрдем көрсетермін», дейді. Сонда Бекболат: «Сен өзің кетіп бара жатырсың, қайтып маған жәрдем көрсетесің», дейді. Жез шудалы боз тайлақ: «Менің шудамнан бір талын жұлып алып қал, қысылған жерде тұтатасың, мен келемін», дейді. Бала тайлақтың айтқанын істеп, оны қасқырдан құтқарып жібереді. Мұнан соң келе жатса, бір үлкен құс 2 самұрықты қуып келеді екен. Самұрықтар жанында келе жатқан баланы көріп: «Адамзат қой, бізді құтқарса осы құтқарар», деп Бекболатқа келіп: «Мына жаудан құтқар, бізде бір керегің жарармыз. Сендерді мен аспаннан қалай табамын?» дейді. Сонда самұрықтар: «Сен екеумізден 2 қауырсын жұлып алып қал, қысылған жерде қауырсынымызды тұтатсаң, біз келеміз», дейді. Бекболат олардың да тілегін орындап самұрықтарды құтқарады. Тағы да келе жатса, бір түлкіні бір бүркіт қуып келеді екен. Адамды жау көретін түлкі не істерін білмей аңырап тұрып қалады да, бүркіт өзіне түйіле берген кезде Бекболатқа жетіп келіп: «Ойбай ағатай, мені мына жаудан құтқар, мен де жәрдем көрсетермін», дейді. Мұны естіп Бекболат: «Сен қазір тауға тасқа жаймен кетесің, мен сені қайдан табам? Сендей жүйрік емеспін», дейді. Сонда түлкі: «Менің бір тал қылшығымды жұлып алып қал, соны тұтатқанда иісі шығар, мен сол жерде дайын боламын», дейді. Бекболат түлкінің айтқанын істеп келе жатқан жауынан құтқарады. Сонан тірі жетім Бекболат зарлап келе жатса, көз ұшында бір үй көрінеді. Жақындап келіп байқаса, көп ауыл екен. Соның шетіндегі бір қосқа келіп тыңдап тұрса, шалдың кемпірге ұрысқан дауысы шығады: «Қабағың жаман қақпас, бір бала таппай, мына қалған ірімшік пен қалған май қаймақты кім жейді?» деп шал кемпіріне жырлап отыр екен. Сол кезде Бекболат сәлем беріп кіріп келеді. «Балам, жоғары шық», деп шал жөн сұрайды. Бекболат: «Әке-шешем өліп, қаңғырып жүрген сорлымын», дейді. Мұны естіліп шал қуанып: «Маған бала боламысың?» дейді. Бекболат құп деп шалға бала болады. Шалдың аузын аулақ малы бағып, кешке шал мен кемпірдің қасына алданыш болып жүреді. Сол елдің Ақбұзау деген ханы бар екен. Күндердің бір күні ханның Қара Аю деген сұлу қызы қалыңмалсыз күйеуге тиеді деген хабар шығады. Мұның қалай екенін түсіне алмай Бекболат сол елдің жігіттерінен анықтап сұраса, ол былай екен: Қара Аюды алуға дәмеленіп барған адам 3 рет жасырынады екен. Сол уақытта Қара Аю ол адамды таба алмаса, соған тимек екен. Егер тауып алса,
басын алады екен. Қара аюды алуға дәмеленген жас та кәрі де бәрі ханның ордасына жиналып, қандай жерге тығылса да қара аю тауып ала береді екен. Бір күні бір жігіт құдықтың ішіне түсіп жатып алған екен. Алтын тақта отырған қара аю оны да тауып алыпты. Өзі ай мен күндей сұлу екен. Мұның жолында нелер жас жігіттер өлген екен. Бекболат тәуекелге бел байлап бармақ болады. Асырап отырған шал мен кемпір Бекболаттың сондай жақсы көреді екен. Кемпір шалдың: «Шырағым Болатжан, сен барма, босқа өлерсің. Талайлар ол қыздың қолынан өлген», деп зарланғанына Бекболат құлақ аспай жүріп кетеді. Ақбұзау ханның ордасына алдына барса, қара аюдың бір жеңгесі келген адамдардың қызға жіберіп тұрады екен. Бекболат солардан рұқсат алып, қара аюдың сарайына барады. «Еркежан-ай, сені алу үшін талай жақсыда жаманда талайсып болды-ау. Бір жаман қара бала келіп тұр, соны кіргізбей-ақ қойсақ қайтеді», дейді жеңгесі. Мұны естіп қара аю күліп: «Жоқ жеңеше, көп адамның бірі болар, кіргізіңіз», дейді. Жеңгесі кіргізеді. Сонда қара аю: «Ал бала, тығыл, үшке дейін», дейді. Сонда Бекболат: «Рұқсат берсең 4-ке дейін тығылам, әйтпесе әуре болмай қайта берем», деген соң қара аю таңданып рұқсат етеді. Бекболат далаға шыға сала боз тайлақтың қылын тұтатқан екен. Боз тайлақ жетіп келіпті. Соның ол боз тайлақтың үстіне мінеді де, адам өтпес, аң жүрмес қалың тоғайдың ар жағына өтіп кетеді. Мұз дарияға жетеді. Қара аю уақыты болған соң қарап тұрып: «Сен бала боз тайлақтың үстінде, қара шидің әр жағында, мұз дарияның бер жағында тұрсың», дейді. Сонда Бекболат: «Мұның рас», деп жетіп келеді. Қара аю оны екінші рет жасырынуға жібереді. Бекболат үйден шыға сала балықтың қабығын тұтатқан екен. Балық жетіп келеді. Оған да жоғарыдағыдай қара аюмен серттескен сертін айтқан соң, балық баланы ішіне салып алып, дарияның астына түсіп, жардың көлеңкесіне барып жатады. Қыз уақыты болғанда қарап тұрып: «Бекболат, дарияның түбінде ақ жайының ішінде жатырсың, шық бері», дейді. «Оның рас», деп Бекболат жетіп келеді. Үшінші рет рұқсат берген екі самұрықтың қанатын тұтатқан екен. Екеуі жетіп келіп Бекболатты 7 қабат көкке алып кетіпті. Қара аю сұлу қарап: «Бекболат, сені 7 қабат көктен әрі самұрықтың қанатының үстінде жүрсің, түс», деген соң Бекболат: «Оның рас», деп жетіп келеді. Қара аю сұлу: «Ақырғы кезегің өлім уақыты таянды, бар, тығыл», дейді. Сонда Бекболат түлкінің қылын тұтатып жібергенде: «Ләппай тақсыр, не бұйырасың?» деп құйрығын бұлаңдатып түлкі жетіп келеді. Сол уақытта көзіне жас алып Бекболат: «Өлім уақыты таянды түлкім. Осындай қара аю деген Ақбұзау ханның қызымен серттесіп едім. Енді сенен жәрдем болмаса өлдім. Мені жасыр», дейді. Сонда түлкі күннің шығысынан қазған іннің аузын қара аю сұлудың тағынан астынан шығарады да Бекболатқа: «Ол қыз неше айлакер болса да енді сен аласың. Ол қыз қазір Бекболат сен жоқсың дер, онан соң тағы жоқсың дер. Сен оның орнына қозғалма да үндеме де». Ол қыз ең аяғында күннің шығысынан бір, батысынан бір ін шыққан: «Мұнда Бекболатым сен жоқсың дер. Сол уақытта сен мен мұндамын деп шыға кел», дейді түлкі. Бекболат досына қош айтысып жүріп кетеді. Мұнан соң қара аю сұлу қарап таба алмай 2 рет «Сен жоқсың», деп айғайлайды. 3-ші рет «Күннің шығысынан қазылған іннің батысынан шыққан аузы бар. Бірақ ол үнде Бекболатым жоқсың», дегенде Бекболат «Мен мұндамын», деп шыға келіпті. Сонымен қыз да, үйінің іші де, туған туысқандары да, қыздың барлық ел жұрты риза болып, қызды Бекболатқа қосады. Ханның өзі қартайған екен. «Жетінде болсаң ел билеуге лайық екенсің», деп Бекболатты өзінің орнына хан қойып, тағын беріп 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Мұнан соң Бекболат баяғы өзінің әке-шеше ағаларын іздетіп алғызып, кешірім сұрап, әкесімен татуласады.